Абайдың 41-ші қара сөзі. Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қамшыген адамға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі бек зор үкімет, жарлық қолында бар кісі керек. Үлкендерін қорқытып жас баласын еріксіз қолдарынан алып, медреселерге беріп, бірін ол жол, бірін бұл жолға салу керек. Дүниеде көп есепсіз ғылымның жолдары бар. Әрбір жолда үйретушілерге беріп, сен бұл жолды үйрен, сен ол жолды үйрен деп жолға салып, мұндай халыққа шығынын төлетіп жіберсе, хатта қыздарды да ең болмаса мұсылман ғылымына жіберсе, жақсы дін танырлық қылып үйретсе, сонда сол жастар жетіп, бұл аталары қартайып сөзден қалғанда түзелсе болар еді. Екінші, ол адам есепсіз бай боларға керек. Аталарын, папаларын, балаларын алып бастапқы айтқандай жолға салып тағлым берсе, сонда түзелер еді. Енді мұндай халықты еріксіз қорқытып көндірерлік күш-қуат ешкімге жетпейді. Ол баланы қазақтың бәрі паралап көндірерлік дәулет бір кісіге бітуге де мүмкін емес. Қазақты я қорқытпай, я параламай ақылменен не жырлап, не сырлап айтқанменен еш нәрсеге көндіру мүмкін емес. Етінен өткен сүйегіне жеткен атадан мирас алған, ананың сүтімен біткен надандық әлдеқашан адамдылықтан кетірген. Өздерінің ырбаңы бар ма, пыш-пышы бар ма, гуілі бар ма, дүрілдегі бар ма, сонысымен дүниеде ешбір қызықты нәрсе бар деп ойламайды. Ойласа да бұларды алмайды. Егер сөз айтсаң түгілі тыңдап тұра алмайды, не көңілі, не көзі алаңдап отырады. Енді не қылдық, не болдық?